Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Азаттық радиосына 70 жыл. Армысыздар, ардақты ағайын. Назарларыңызда Азаттық радиосының 70 жылдығына арналған аудио подкаст. Оны жүргізетін мен, Қуанышбек Қари. Біз бүгін Азаттық радиосының желтоқсан оқиғасы туралы алғашқы 5 жыл ішінде таратқан хабарларына шолу жасап көреміз. Қаймана қазақ қамы үшін қарусыз шықтық алаңға, алыстан әскер алдырып, қырып салдау табанда. Сөйлесім даусым жетпейтін кез болдық мынау заманға. Шовинизм еді ғой басты себеп жанжалға. Екі жүзің қырылып, екі жүзің ұрылып, екі жүзің сотталып, жоқтаусыз кетіп барасың. Қатарым жаусап қалғанда, қыршынынан қиылып, солармен бірге өлсемші ай. Алдыңғы подкастта Азаттық радиосының қысқаша тарихы туралы айтқанбыз. 1953 жылы наурыз айында Мюнхенде құрылған Азаттық радиосы Совет одағына қараған елдердің тілдерінде ақпарат тарата бастады. 1980 Совет билігіне Михаил Горбачев келген соң басталған жаңа реформалар көбіне сөз күйінде қалады. Коммунистік партия жетекшілігіндегі Советтік республикалар одағы 1991 жылы бір жолата күйрегенге дейін адамға қарсы басып жаныштаушы репрессиялық әрекетінен танбаған. Оған бір ғана мысал Қазақстанда болған 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. 1986 жылы 16 желтоқсанда Алматыда сол кездегі коммунистік партияның 18 минуттық жиында Қазақстан басшылығынан Дінмұхамед Қонаев түсіріліп, орнына Геннадий Колбин тағайындалады. Ол кезде одаққа қарасты республика басшылары бірінші хатшы аталатын. Бірінші хатшының ауыстырылғанына наразы болған адамдар Алматының сол кездегі орталық Брежнев алаңына жиналады. Мұндай шара Қазақстанның өзге де қалаларында жалғасады. 17-18 желтоқсандағы наразылықтың соңы шеруге шыққандардың жаппай қамал, сотталып, жазалануымен аяқталады. 99 адамның үстінен қылмыстық іс қозғалады, екеуі өлім жазасына кесіледі. Оның біреуі Қайрат Рысқұлбеков түрмеде қастандықтан қаза табады. Алаңдағы бейбіт шерушілерді тарату үшін Мәскеуден қосымша әскери күш алдыртқан билік алаңға шыққандарды бұзақы, экстремист және нашақор деп атап, оларды ұлтшылдар деп айыптайды. Митингіні күшпен тарату операциясы метел деп аталады. Биліктегі Дара коммунистік партиясы сол кезде қазақ ұлтшылдығы туралы арнайы қаулы қабылдайды. Бұл қаулы 1989 жылы желтоқсан оқиғасын тексеру комиссиясының жұмысынан кейін ғана өзінің күшін жояды. Аязды күні алаңға жиналғандарға қарсы адам талайтын иттер, су ататын көліктер, сапер күректері, полиция шоқпарлары және басқа да құралдар қолданылған. Қазақстандағы осы оқиға туралы сол кезде Азаттық радиосының Мюнхендегі кеңсесіндегі атмосфера қандай еді? Мен бұл туралы желтоқсан оқиғасы жайлы алғаш хабар таратып, радиода кезекші болған Әлихан Жаналтайдан сұхбат алдым. Ол 1986 жылы 17 желтоқсанда Азаттық радиосы басшылығы жылдық жиын өткізіп жатқанын айтады. Ондағыларға желтоқсан оқиғасы туралы алғаш Совет одағының ТАСС ақпарат агенттігінің бұрмалаған жаңалығы арқылы белгілі болған. 17 желтоқсан 86 жылдың сол апта кезек менде де эфирге шығу жаңалықтар. Бірінші жаңалық жасадым, одан екіншісін жұмысқа кетпес 6 сағат 5-тен алдын сағат 4-5 арасында дайындап,
оқып кетуші едік. Ол да таңертең ентада берілетін. Сол сөйтіп, соны тапсырып, екінші оқып, мен біраз астқа жайрақ түсіп қалдым. Партия басталып кетті, жиналыс сөйлеп жатыр екен, анаманда одан әркім кетті, үлкен ағалар бір қаншасы бір қайтып кетті, болды, бәріміз тыңдадық деп. Сөйтіп тұрған уақытта біздің мына түркик бөлім дейміз, бүгін Орта Азия тілдеріне қарайды түркик департамент бастығы бар еді. Сол кісі келді де мені тапты, деді осы бері кешті, дедім, мен тастың бір хабар келді, Алматыда бір уақиғалар болыпты деді. Сен жаңалықтар, мен жасып тапсырып қойдым дедім. Қайта алайын ба? Жоқ деді, қазір біз бұны бере алмаймыз деді. Бірақ деді, күтеміз деді. Бұл енді деді, тасқана беріп отыр. Рас болма, бұрмалған хабарға бұл тәуелсіз бұлақтан әлі бір растау келген жоқ. Біз күтеміз. Әгер керек болып жатса, берілет болса, түнде бір келіп жаңалық жасауымыз деді. Сол есімде бар, олар дедік. Ол кетіп қалып бердім. Анакісте хабар берді де, осындасы Алматыда бір уақиғалар болыпты. Мен жоқ біле алмайтынбыз. Жастарым тентектігі бұзақы анамын еді, бірақ түптің саяси мәселе жатқан секілді әлі жоқ дедім. Неден себебі екен, соны күтіп отырмыз дедім. Бәлки мен түнде келу мүмкін. Жауап болады деді. Қасар ағай бар еді, сөйлеп мен қайтып кеттім. Одан кейін сол бір уақытта тұңғық сағат қанша уақыт деді, келді басқа бұлақтардан да расталды. О уақыттарда мәселе Югославияның Танюн хабар барды, оларда біздерге сілтеме жасап хабар берді. Басқа хабарлар барды, mesela UPI дейміз, United Press International, Associated Press, Agence Press, немістерге барды, DPA, Deutsche Press агентуры. Соның бәріне ақырын сол бұлақтарға сілтеме жасалып отырып, хабардар түсті. Түскеннен кейін бұл әндер расталған бір хабар болды. Сол түн ортасына барып, сол мен жаңалықтар дайындадым. Қысқаша келген. Сонда білдік, саяси дегенде саяси сосын наразылық білдірді, қонайтын түсіріліп. Қазақстанмен бір қатысы болмаған Геннадий Колбиннен кәбі орнатылып айтса, студенттердің наразылығы болды. Сонымен қақтықтар болды, анамында деген солар келді. Бірақ әрине олар енді жамандап жазады, о уақыттағы бәрі наркомдар, анадар, естіп алғандар, талқандарды, вандализм болды деген сөздігін айтып сөйтіп. Ұлтшылық, о уақыттағы енді ұлтшылық деген нәрсе біздің тұрғымыздан ұлтшылық қазір жақсы нәрсе, бірақ о уақыттағы сәбеттіктермен ұлтшылық, меніңше сол фанатизм, фашизм, сол сек нәрсе жататын терминология еді. Ол национализм деген сөз. Экстремизм деп. Күнде бір қысқа хабар жасадым да, осы басқасы сол 10 минут басқа дүние хабарларын сұрап кете берді. Мен ертеңде редакция жиналды, үлкен жиналыс өтті деді, осындай деді. Деді осындасына қонайтын ал өзгеріпті, сол Геннадий Колбин қазақ жастар көтерді. Содан біз отырдық, сол енді бұл деді тағы қазақтар итті бітті өзара талдау жасадық. Енді қазақтың ұлтшылдығы қайтадан қаншама коммунист болса да енді қазақшылық бар екен. Жоқ, Алматы расында да міне қонайып кеткен басқа бір қазақ жоқ па? Қазақстан туып өскен партия ішінде талай қазақтар бар. Соны бұрын сөйледі, бұл енді әтеге жасаған бір мәселе. Жасап түсіп тағы қазақты құру, міне қазақты үнемі өсіп міне осындай бастарынан әуеттер кетпеді, соң қайлы болсын деп, сол сөйткен меді сол. Енді еске қалған. Одан кейін сол әр күн талдаулар келіп тұрды, анау келді, самызият материалдар келіп тұрды. Адам құқықтар бентлердің жинаған факттары жасырын жолмен шығарылады. Текст олар жазады, сызады, сол самызият сол материалдар тұрды. Сол самызият елді Совет одағынан сыртқы дүниеге келген материалдар. Адамдардың тапталу, анау-мынау уақиғалар, коммунистік саясаттардың ұлттарға жасалған зұлымдық соқсық нәрселер көпші адам құқықтарына кіріп, сол астыртын шығалар уақыттарда мұны интервью өткізу қайда, телефон жоқ деп ұстап материал шығады, соны самызат дейді, сол самызат материал көп бөлушеді. Бұл 1986 жылы 17-18 желтоқсан күндері Алматыдағы желтоқсан оқиғасы кезінде Мюнхендегі Азаттық радиосында кезекшілік еткен Әлихан Жаналтайдың естелігі. Ол кісінің айтуынша, желтоқсан оқиғасынан бір апта өткен соң Азаттық радиосының қызметкерлерінің қолына қазақстандық баспасөзде жеткен. Сонда Қазақстан баспасөзі коммунистік партияның көзқарасымен шеруге шыққандарды айыптау сарынында материалдар жариялаған. Онда жазылған деректер бұрмаланған күннің өзінде оқиғалық жағынан маңызды болатын. Әлихан Жаналтай сол кезде Азаттық редакциясында жұмыс істеген Советтік Қазақстаннан қашып шыққан Махмет Құлмағанбеттің орыс тіліндегі деректер бойынша жұмыс істеп, бағдарламалар
жасағанын да еске алады. Азаттық радиосына 70 жыл. Алматыда желтоқсан оқиғасы болып жатқан күндерге Азаттық радиосындағы ахуалды Хасен Оралтай да өзінің елім айлап өткен өмір деген кітабында да естелік етіп жазған. Ол желтоқсан оқиғасы туралы хабардың қалай жеткенін былай бейнелейді. Ол күні Азаттық радиосы мен Азат Еуропа радиоларының президенті Джим Фелли жаңа жылдың және христиандардың діни мерекесі Айса пайғамбардың туған күні дейтінінің қарсаңында екі радионың бүкіл қызметкерлеріне бір қабылдау беріп жатқанды. Мен ол кезде бас редакторының орынбасары болып істейтінмін. Бас редактор Жәкен Бапыш демалыста болатын. Мен сол қабылдауда тұрғанда Азаттық радиосы зерттеу бөлімінің Орта Азия мен Қазақстан істеріне қарайтын мамандарынан Бетис Браун деген американдық әйел жүгіріп келіп, қазір Мәскеудегі елшілік арқылы хабар келді. Алматыда кешеден бері қанды қырғын болып жатыр деді. Сол сағаттан кейін ол жөнінде түрлі бұлақтардан мәліметтер де келіп түсе бастады. Сол күні бүкіл батыс елдері радиолар мен теледидарындағы басты хабар Алматыдағы желтоқсан оқиғалар туралы болды. Бәрі де Алматыда орыс әкімшілігіне қарсы үлкен ереуіл болғандығын айта келіп, советтік әкімшілік жағынан саналы түрде бұрмаланған жаңсақ түсінікке тоқталатын. Қолдарында басқадай мәлімет жоқ екенін, советтік әкімшіліктің қатал цензура тыйым шаралары қолданылып отырғандығын айтумен шектелетін. Ал Мәскеудің шетелдегі қолшоқпарлары қазақ жастарына жасалған әлгі қаралау, жала жабу науқанын бастап үлгерген-ді. Сол күннен бастап әр күні дерлік мен өзім желтоқсан оқиғалар туралы жөнінде материалдар әзірлеп, радиодан оқып тұрдым. Ол радиодағы күнделікті істің бір бөлімі еді. Ол жеткілікті еместі. Онымен ғана шектеліп отырмай, Алматыдағы желтоқсан оқиғалар туралы басқа да іс істеу керек еді. Сол мақсатпен түрлі шетелдік журналистерге, ғалымдарға хат жазып, Қазақстандағы жағдайдың әлем әлеуметшілігіне дұрыс түсіндірілуіне көмектесулерін өтіндім. Хасен Оралтай өз естелігінде Азаттық радиосының кейбір басшылары мен мамандарының әуелде желтоқсан оқиғасында әскердің бейбіт шерушілерге қарсы сапер күректерін қолданғанына сенбегенін айтады. Кейін Тбилиси оқиғаларында да сапер күректері байқалған. Хасен Оралтай сонда ғана әлгі адамдардың желтоқсан оқиғасының қалай жанышталғанына сене бастағанын айтады. Азаттық радиосына 70 жыл. Азаттық радиосы 1987 жылы желтоқсан оқиғасының бір жылдығына арнайы бағдарлама әзірлейді. Кейін радиода жыл сайын желтоқсан оқиғасының жылдығы кезінде осы оқиға туралы хабар тарату дәстүрге айналады. Бұл туралы Хасен Оралтай естелігінде кеңінен тоқталған. 1986 жылғы 17-18 желтоқсан күнгі оқиғалардың бір жылдығын Азаттық радиосында 2-3 күн қалғанда бастап, көптеген мақалалармен ерекше атап өттік. Сөйтіп ол Азаттық радиосы қазақ бөлімінің жыл сайын міндетті түрде атап өтетін күндердің біріне айналды. Желтоқсан оқиғаларын өзім Азаттық радиосы қазақ бөлімінің директоры болған 1988 жылдан бастап, әр жылы желтоқсан айында бір апта қалғанда арнаулы мақала, сұхбаттармен атап өтуді дағдыға айналдырдым. Ол күнгі хабарлар Әбербектің әлінің орындауындағы желтоқсан желі әнімен ашылып, мұңайма бала дейтін әнімен аяқталатын. Хасен Оралтай естелігінде айтқан композитор Әбербек Тіналиевтің желтоқсан желі әні де алғаш рет Азаттық радиосының эфирі арқылы тараған. Ән авторының айтуынша, желтоқсан желі 1986 жылдың 17 желтоқсаны күні жазылған. Азаттыққа берген сұхбатында композитор кейін Алматыға келіп бұл әнді Қазақ радиосының студиясында жазғызғанымен әуе толқынынан беруге рұқсат етілмегенін айтады. Әбербек Тіналиевтің лебізі. Желінің бетін кім ашса сол дейді. Менің өзімнің өнерімде, шығармашылығымда өзімнің жаныма жақын желтоқсан желі деген әуенімді, өзімнің жаныма шығарған әнімді тұңғыш рет осы Азаттық радиосынан естігенімде өзім көпке әлсіз жетпей қалған жайым бар. Мінекей бұл орайда келгенде құрметті айналайын ағаларыма, сол жақтағы мені демеп, қолдап, қазақтың өнері үшін жаны шырылдап жүрген ағаларыма үлкен өзімнің зор рахметімді жеткіземін. Желтоқсан оқиғасының қалай өрбіген туралы Азаттық радиосының сол кездегі хабарларының бірінде мынандай деректер келтіріледі. Микрофон алдында Махмет Құлмағанбет және Талғат Көкбұлақ.
Желтоқсан оқиғалары күндеріндегі партия мен үкімет басшыларының іс-әрекеттері. Желтоқсанның 17 күні сағат 18-де ереуілшілерді алғашқы рет күшпен қуып тарқату жайындағы шешімді қабылдаған жергілікті басшылық Колбин, Мирошнин. Олардың маслихатшылары Камалединов, Мирошник және Князев. Әрине, орталықтың мақұлдауымен. Қуып тарқату жайындағы бұйрықты берген Князев. Сол уақыттан Алматыда жаппай тәртіп бұзу басталды. Одан кейін қуып тарқату әрекеттерін оған арналған штаб бастығы Елісов жүргізді. Саяси шешімдерді қабылдаушы Колбин және Совет одағы Компартиясының орталық комитетінің уәкілдері Разумов пен Мищенко болды. Жағдайды талдау мен оған баға беріп отырған Бабков, Мирошник және Князев. Желтоқсанның 17 күні екінші рет су зеңбіректерін қолданып, қуып тарқатудың нәтижесі машиналарды өртеу мен ондаған жарақатталған адамдардың пайда болуы. Желтоқсанның 17 күні үшінші рет негізгі орын алған ереуілшілерді қуып тарқату 23:30-дан 24 сағатқа дейін болған. Ереуілшілерге, олардың ішінде әйелдер мен жасы жетпеген балаларға екпінді және өте мейірімсіз жасалған шабуыл уақытында сапер күректері, шоқпарлар мен қызмет иттері қолданылды. Жараланғандардың саны көптеген жүзге жетті. Жастардың алаңға шыққаны ұлтшылдық ретінде түсіндірілді. Оның саяси бейнесін бүркеп қою әрекеті істелді. Міне Зақаш Камалидиновтың оқиғаларға сол кезде берген бағасы. Жастарды соңынан ерту арандатушылардың қолынан келді. Ал жастар дегеніміз наркотик пен алкоголдан жынданған әсіре ұлтшылдар тобы болатын. Үзіндінің соңы. Разумовтың сөздері. Ұсталған адамдардың 120-сы мас болып шықты. Қайсы бір жерде олар құлқыны қанғанша жалай берген. Үзіндінің соңы. Мұндай баға әдейі айтылған өтірік еді. Өйткені не ол кезде, не одан соңғы күндерде бірде-бір мас я наркотик пен есеңгіреген ереуілші ұсталмаған. Оқиғалардың бейнесін бұрмалап көрсететін жалған мәліметтердің бұлағы Колбин, Бабков және Разумов. Қала көшелеріне жұмысшыларды шығаруды да ойлап тапқан Колбин. Оның ұсынысы бойынша ондай шешім желтоқсанның 18-дегі түнгі мәжілісте қабыл алынған болатын. Онда дұшпанды жазалау, тәртіп орнату шақырулары естіліп жатқан. Жұмысшылардың болашақ жасақтарын ұйымдастырушылар мен басшыларына қаратылған сөзінде Разумов: ерлік жасаңдар, тыйыңдар, көмектесіңдер. Бұл құбылыс партия мен халыққа жасалған дұшпандық деген еді. Саламонцов келгеннен соң республиканың саяси басшылығы оқиғаларға әсер етуден мүлдем шеттетілген. Камалидиновтың куәлігі бойынша Саламонцовқа есеп беруге Елисов пен Сорокамен және Бабковпен қатар Князев пен Мирошник жолдастары барып жүрді. Орталық комитет бюро мүшесі бола тұрып, шешім қабылдау ісіне қатыстырмағанын мен жат көрдім. Мұндай жағдайды мен Колбиннің және басқа Мәскеуден келген жолдастардың жергілікті кадрларға сенбейтіндері ретінде бағаладым. Үзіндінің соңы. Солай бола тұрса да, жергілікті басшылардың еш қайсысы істен шеттетілгеніне қарсылық білдірмеді. Бюро мәжілісін я орталық комитет пленумын шақыруды талап етпеді. Совет одағы Компартиясы орталық комитетіне я халыққа қарата сөз айтпады. Олардың еш қайсысы заң қорғау орындарының заңсыз істеріне, олардың өз құқығын теріс я асыра пайдаланғанына қарсылық білдіріп көрген емес. Желтоқсан айының 18-іне қараған түннің өзінде және одан соңғы күндерде жоғарыдан мынандай нақтылы тапсырма берілген.
оқиғаларды саяси арнадан қарапайым қылмыс арнасына аудару, мөлшерін кемітіп көрсету, тұншықтыруға қолданылған шаралар мен оның салдарын халықтан жасыру, оқиғаларға қатысқандарды сот, әкімшілік және басқа түрде қудалау науқанын кең түрде жүргізу. Олармен қатар оқиғаларға ресми берілген бағаны мақұл көрмегендерді қудалаумен бірге халыққа теріс мәлімет беру, бүлік салып жүрген астыртын ұйымды іздеумен дүниеде жоқ қазақ ұлтшылдығы елесін төбімен қорыту болатын. 1987 жылы желтоқсан оқиғасы бойынша сотта Қайрат Рысқұлбеков пен Мырзақұл Әбдіқұлов ату жазасына кесіледі. Артынан бұл үкім 20 жылдық түрме жазасына өзгертіледі. Бұл өзгеріске адам құқығын қорғау ұйымдарының үндеулері мен халықаралық қауымдастықтың мәлімдемелері себеп болса керек. Мырзақұл Әбдіқұлов оның 7 жылын өтеп кейін ақталады. Алайда Қайрат Рысқұлбеков 22 жасында түрмеде опат болады. Тіпті оның мәйітін де туыстарына көрсетпейді де бермейді. Сот үкімінен кейін Қайрат Рысқұлбеков сол кездегі ауыр қылмыс бойынша жазасын өтеушілерге арналған Свердловск түрмесіне апарылу керек болған. Алайда орта жолда Семей түрмесіне жеткізілген Қайратты билік өз-өзіне қол жұмсады деп жариялайды. Қайраттың онда қалайша қаза болған туралы әлі күнге дейін құзырлы орындардың ешқайсысы да ештеңе түсіндірген емес. Совет тергеушілерінің болжамы бойынша Қайрат өзімен камералас кәнігі қылмыскердің жейдесіне асылып өлген. Қайрат Рысқұлбеков сот кезінде өзінің ақтық сөзін өлеңмен жеткізген. Азаттық радиосы Қайраттың сот туралы мынандай хабар таратқан. Сонымен желтоқсан оқиғаларынан соңғы айларда қазақ халқына қарсы бағытталған баспасөз насихаты шыңына жеткен болатын. Ондай жағдайда айыпсыз адамды өлім жазасына кесуде сотқа түгемес еді. Сондықтан Қайрат Рысқұлбековты өлтірген орыс шовинизмі деуге толықтай негіз бар. Шовинизм өрбіген жерде тіпті өз көзімен көріп отырып, өз құлағымен естіп отырса да, қазаққа қарсы өтірікті жаза беруге болады екен. Бұған орай Алматыдағы ол кездегі АПН тілшісі Валерий Новиковтың Московский новости газетінде Қайрат Рысқұлбековтың соты туралы жазғанын алайық. Мақаланың аты «Отрезвление», яғни айығу. Тақырыпшасы Қазақстан астанасында бір топ қылмыскердің соты аяқталды. Московский новости апталығы 1987 жыл 26 сан, 6 бет. Онда Қайрат Рысқұлбеков жайында былай делінген. Қайрат Рысқұлбеков рифмовал на разные лады бесконечную просьбу к суду о милосердии, о жалости, о прощении. Яғни, Қайрат Рысқұлбеков өлеңін әртүрлі ырғақтармен ұйқастырып, соттан мейірімділік, аяныш пен кешірім сұрап, өзінің таусылмайтын өтінішін білдіріп жатты. Үзіндінің соңы. Валерий Новиковтың бұл сөздері таптаза өтірік екеніне тыңдаушыларымыздың көзі жетсін деп, Қайрат Рысқұлбековтың сотта өлеңмен айтқан соңғы сөзін тек жалпы кіріспесін алып тастап келтірейік. Ал енді қазір неткен күн, орыстан ынсап кеткен күн. Тізесі қатты батқан соң, шыдамастан ақыры, қарғыс атқан алаңда, қарғыс атқан туған күн. Қаймана қазақ қамышын, қарусыз шықтық алаңға, алыстан әскер алдырып, қырып салдау табанда. Сөйлесем даусым жетпейтін, кез болдық мынау заманға. Шовинизм еді ғой, басты себеп жанжалға. 200-ің қырылып, 200-ің ұрылып, 200-ің сотталып, жоқтаусыз кетіп барасың. Қатарым жаусап қалғанда, қыршыныңнан қиылып, солармен бірге өлсем шай, артта қалған атанам, арулап қолдан көмсе шай. Тұтқынға түстім жаутаңдай, жоламай ешкім қасыма, бара қалсаң сәлем айт, сырттағы құрбы досыма.
Ақтық сөзің не деген бүгін қойды сот сұрақ. Айтайын оны халқыма, жоқ пиғылмен де жасымақ. Хорлайда беріп қайтадан титыққа орыс жетпесін. Туған елдің намысы бөтен қолда кетпесін. Салт санадан айырылып, арақтан ұрпақ азбасын. Ел көркейтер азамат қызғаныштан тозбасын. Абай туған жерінде бомбасын атым жармасын. Құлпы тасы қиратып, өлігіңді қазбасын. Өз ұлтыңның басшысын орнынан сүйреп алмасын. Үміт еткен Мәскеуден қардай көңілің қалмасын. Ленин салған сара жол қолдаушысыз болмасын. Барлық ұлтпен тең болып, ешкімнен көңілің қалмасын. Ендігі жерде басыңнан бірлік пен бақ таймасын. Осы айтылған ақтық сөз туың болсын әрдайым. Мойныма алып жаланы, мен болайын құрбаның. Бас аяғы сол болсын, басыңа түскен қатердің. Ақтық сөзді енді мен сотқа да бір айтайын. Күнәдан таза басым бар, 21-де жасым бар. Қасқалдақтай қаным бар, бос торғайдай жаным бар. Алам десең алыңдар. Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Мен нетермін, мен келмеске кетермін. Көрмеген хош бол таңдарым, көре алмай мен өтермін. Хош аман бол артымда, ағайын туған азамат, артымда қалған атанам. Ел жұртым саған аманат. Қайрат Рысқұлбековтың адал, ер жүрек, ұлтжанды ел азаматы болғанын, оның ағынан жарылып, сот алдында өлеңмен айтқан сөздерінен көріп тұрмыз. Сонымен Қайрат Рысқұлбековты өлтірген шовинистер оны ұлт жандылығы үшін таңдап алған деген қорытынды жасауға болады. Азаттық радиосына 70 жыл. Жыл сайын желтоқсан оқиғасының жылдығы келген кезде Қазақстан билігі белгілі бір қайшылықтарға тап болады. Әсіресе ел тәуелсіздігін жариялағаннан бері желтоқсан оқиғасының жылдығы билік үшін үрей үйретін оқиғаға айналған. Алайда 1991 жылы осы оқиғаның 5 жылдығы кезінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Алматының орталық алаңына келіп сөз сөйлейді. Митингіде болады. Назарбаев не деді? 1986 жылы алаңда түсірілген суреттер неден хабар береді? Бұл туралы алдағы эпизодта айтатын боламыз. Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының бұл эпизоды осымен тамам. Азаттық туралы Азаттықтың өзі айтады. Құлақ тұрыңыз, лайк басыңыз, бөлісіп жүктеп алыңыз. Сау, сәлемет болыңыздар. Азаттық радиосына 70 жыл.